Бүгін періштелер жасайтын тізімге ілігетін мүмкіндігіңіз бар. 5-ші күні жұмада Алла назарына ілігу күні. Жұма күні шыққан күндердің ең жақсысы. Осы күні адам жарылды, жәннатқа қоныстанды және қуылды. Дәл осы күні Алла қалауымен қиямет күні болады. Періштелері аспан мен жер, тау, су, жел, ағаштар қорқыныштан дірілдейтін күні біздің де бей-берекетіміз жүргеніміз кешірілмес ағаттық. Жұмадан жұмаға жеткенімізге Аллаға сансыз шүкіршіліктер мен мақтаулар айтамыз. Жұма кешірім мен уәде етілген күн. Алла Тағала Құранда: ей мүміндер, жұма күні намаз үшін азан айтылған кезде дереу Алланы еске алуға, намазға ұмтылыңдар және сауданы қойыңдар, егер білген болсаңдар, сендер үшін жақсы дейді. Жұма сүресі 9-шы аят. Жұма мейірім, кешірім күні. Қандай мейірім дейсіз бе? Бұл күні Алла Тағала лайықты болған құлының 2 жұма арасындағы күнәләрін кешіруге уәде береді. Хадисте 5 уақыт намаз, келесі Рамазанға дейінгі ораза бәрі де үлкен күнәлардың басқасын жуып шаятады делінеді. Сондай-ақ бұл күнде 1 сағат бар. Егер мұсылман пенде сол сәтке намаз оқып Алладан игілік сұраған сәтінде дөп келсе, Алла оған сұрағанын міндетті түрде береді. Тұла бойыңыз нұрлансын десеңіз, сонымен бүгінгі амалыңыз қандай болмақ? Ғұсыл аламыз, тісті жақсылап тазалап, хош иістеніп, ал қыз болса үйді, ауланы тазартып, жарына, бауырына, әкесіне таза әдемі киім дайындап, өзі де солай киінеді. Ұйқыдан тұрғанда айтатын зікірден бастап ұйқыға дейінгі зікірдің біріне қалдырмаймыз. Яғни бүгін Алланы барынша көп еске алуға тырысыңыз. Тұла бойыңызға нұрланып, күнәларым кешірілсін десеңіз, міндетті түрде Кахф сүресін оқыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігіне сәлем болсын, салауаттарда әдеттегідей көп айтылуы керек. Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын. Сіздер үшін ең жақсы күн жұма. Бұл күні маған салауат көп айтыңыздар, өйткені сіздердің салауаттарыңыз маған жетеді деген екен. Қақпадағы періштелер тізіміне ілігу. Мешітке қарай жолда мешіт әдебіне есіңізге бір түсіріңіз. Басылған әрбір қадам садақа. Садақа таратып, мешіт қақпаларына тұратын періштелердің тізіміне ілігуге асығыңыз. Ерте барып, түйе сойғандай, екінші мерзімде барып, сиыр сойғандай, үшінші мерзімде барып, қошқар сойғандай, төртінші мерзімде барып, тауық сойғандай, тым болмаса соңында барып, жұмыртқа құрбандық еткендей сауап алыңыз. Жұма күні жасалған кез келген жақсылықта еселенген сауаптар болады деп үміттенеміз. Бұл күні тек жақсы сөйлеп, жақын адамдарыңызға жақсы көретініңізді айтыңыз. Алла таңдаған ерекше күн екенін сезініп, көтеріңкі көңіл күйде жүріңіз. Байқағаныңыздай, бұл күннің тұла бойды сауапқа, мейірімге, кешірімге толы. Бірінің етегінен ұстауға асығайық, себебі келер жұмаға жетер-жетпесіміз бір Аллаға ғана аян. Жұмада жүрегіміз нұрлансын, мұсылман бауырлар. Әрбір амалымызды қуану ерте. Амалдың алдындағы ықыласқа асығуымыз керек. Мұнымыз Алла алдында қабыл бола ма? Ол да беймәлім. Дегенмен ықыласымыз бекем. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігіне сәлем болсын сөйлеген сөзі мен амалына сәйкес жасасақ, қабыл болуына үміт етеміз.